Сәлем барлықтарыңызға, қыздар, жігіттер. Бүгін раскладымызды қыздарға арнайтын боламыз. Май айында жігітіңізбен қарым-қатынасыңыз қандай болады? Жалпы көретін боламыз май айында. Бірінші, жігітіңізді және өзіңізді ойлаңыз, чтобы расклад сіздікі болу үшін туған жылдарыңызды, есімдеріңізді іштей атасаңыздар да болады. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Одан кейін қыздар, мен секілді карта ашуды үйренгілеріңіз келетін болса, WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады. Қазір скидкамен курсты беріп жатырмын. Яғни скидкамен үйретіп жатырмын осы май айында. Май айынан кейін скидка бағасымен үйретпейтін боламын. Яғни өте жоғары болады бағасы. Сол үшін мен секілді менің ашқаным ұнайтын болса, мен секілді ашқыларыңыз келіп жатырған болса, картаны өзіңіз үшін немесе жақындарыңыз үшін карта ашуды үйренгілеріңіз келсе, жеке өздеріңіз бизнес қылып алсаңыздар да болады. Яғни жеке WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады, қыздар. Жігіт король кубковый болып тұр. Өте сезімтал, әйелдердің көңілін таба білетін. Қазіргі сәтте бұл жігіт өмірін жалпы бір нәтиже алу үшін, жалпы айтқан кезде тек қана махаббат сферасында емес, жұмыс мәселесінде де адамдармен келісімге келу, немесе жәндегі некеге тұру, үйлену деген секілді нәрселерді көп ойлап жатыр. Мүмкін үйленді жақында. Әркімде әртүрлі. Король кубковый бұл жерде сіздің любовнигіңіз болуы мүмкін, көбінесе солай көрсетеді карталарда. Егер де күйеуіңіз де көріп отқан болуыңыз мүмкін. Яғни қазіргі сәтте бұл жігіт бір нәрсеге вложение құйып жатыр, яғни внимание бөліп жатыр. Бір әйел адамға внимание бөліп жатыр, мүмкін сізге, мүмкін жаңағы әйеліне деген секілді. Немесе жәндегі махаббат сферасында ғана емес, бұл жердегі жалпы энергетикасында көріп тұрғанда, мысалға бір бизнесті ашу үшін біреумен партнер болып, соған қаржы құйып, вложение құйып жатырған болуы да мүмкін. Жігіт тазалықты өте жақсы көреді. Өзі жаңағы арықтау болуы мүмкін, ер азамат. Яғни бұл барлықтарыңызға тура келмейді. Общий расклад болғандықтан, қыздар, бұл жерде біреулеріңізге тура келіп қалуы мүмкін. Одан кейін жігіт бұл жерде өте ақылды, балық аулағанды жақсы көреді, яғни суға барғанды солай ұнататын ер адам десем де болады. Жалпы тазалықты, тыныштықты, теңіз, су деген сияқты нәрселерді ұнататын ер азамат. Өйткені кубковый карталар көп шығып тұр. Жігіттің кейде жәнегі алкогольдік ішімдік ішетін кездері де болуы мүмкін. Қазіргі сәтте ішіп жатырған болуы да мүмкін, қыздар. Енді сіз королева жезловый, активная, пысық, арыстан, мерген болуыңыз мүмкін. Егер де олай болмаса, сіз өте активная, пысық, бір жағынан жаңағы иерофантпен шығып тұрсыз. То есть иерофант деппін ғой, қателеспейтін кешіріңіздер. Отшельникпен, яғни бұл сіздің жәнегі ізденістегі сәтіңіз екендігі көрсетіліп тұр. Бір жерге барып білім алып жатырған болуыңыз да мүмкін. Bir жерге барып бір нәрсені зерттеу, қарау, көру, яғни солай болып жатқан болуы да мүмкін. Немесе сіз қазіргі сәтте не істеріңізді білмеудесіз. Біресе жаңағы жақсы жолмен, жақсы жақпен жүру деген секілді, ал біресе жаңағы арам ойларды ойыңызға келіп қалып жатуы мүмкін. Яғни ізденіс үстіндесіз, қай жағы маған выгодно, не істесем екен деген секілді. Енді жігіт екеуіңіздің араларыңызды көретін болсам, бір-бірлеріңізге аздап көңіл қалу бар. Махаббат үштігі болуы мүмкін. Сіздің жаныңызда басқа бір ер адамды көреді бұл жігіт. Яғни бұл жерде сіз қазір қалай айтсам екен, бір жігітке көп көңіл бөлмейсіз, бірақ екі жігіт те сізді ұнатып тұр. Егер екі жігіт болмаса сізде, бұл ер азамат сізді басқа да ер адаммен жүреді деп ойлайды. Сол жағынан көңіл күйе түсіп тұр. Одан кейін екеулеріңіз араларыңызда көрсетіп тұрғаны, бір-бірлеріңізді бақылайсыздар, үнемі алыстан бір-бірлеріңізге манипуляция жасап отырасыздар. Яғни кездеспесеңіздер де ортақ балаларыңыз болуы да мүмкін. Соның ортақ балаларыңыздың арқасында сіздер бір-бірлеріңізден қазір кете алмай тұрған болуларыңыз да мүмкін. Соған байланысты байланып тұрған болуыңыз да мүмкін. Немесе сіз өзіңіздің күйеуіңіз бар, яғни күйеуіңіз тастап осы жасырып отырған жігітіңізбен бірге кетейін десеңіз, ортақ балаларыңыз бар деген секілді. Солай. Жалпы сіз бір ер азаматқа байлаусыз.
Енді май айында отношенияларыңыз қалай болады, соны көретін боламыз. Енді жігіт екеуіңіздің араларыңыз май айында қалай болады, соны көретін боламыз. Май айында жігітіңіз екеуіңіздің жалпы қарым-қатынастарыңыз қалай болады? Бұл жерде май айында екеулеріңіз бір-бірлеріңізге қатты жаңағы көңіл бөлу деген секілді болмайды. Жалпы атмосферасында солай көрсетіп тұр. Яғни сіздер бір үстінен ғана, яғни мейраммен құттықтау, қалайсың деген секілді сондай үстіртін жалпы нәрселер болайын деп тұр. Бірақ екеулеріңізде қарым-қатынастарыңыз аяқталады деген сөз емес. Май айында тек жаңағы көбінесе жаңағы иллюзия, арман болып тұр бұл жерде. Иллюзия, арман деп жатырғаным бұл жерде көбінесе жігіт жағынан бір әрекет жасалмайтындығы көрсетіліп тұр. Тек қана жаңағы сөйлесу, жігіттен бір нақты іс әрекет болмайын деп тұр. Бұл жерде жігіт жаңағы сізге сезімі жалпы айтқан кезде қатты бар деп айта алмаймын. Көбінесе жаңағы өзіне қажетті ғана, өзіне керек кезде ғана іздеуі сізді, солай болу ықтималдығы өте жоғары болып тұр. Өйткені сила картасымен отшельник бұл жерде. Яғни жігіт өзінің выгоды үшін, мысалға бірге болу деген секілді, немесе жаңағы қаржы жағынан сізден ақша алу деген секілді, белгілі бір өзінің пайдасы үшін бір хабарға шығып солай жасайтындығы көрсетіліп тұр. Бірақ сіз бұл жерде жігітке талап қоюыңыз да мүмкін, яғни тұрақты отношенияны қалап, әңгімелер болуы мүмкін екеулеріңіз араларыңызда. Өйткені сіз королева мечей болып шығып тұрсыз, суық болып тұрсыз, және талапшыл қыз ретінде түсіп тұрсыз. Ортақ балаларыңыз болса, яғни соған көңіл бөлу деген секілді нәрселерді талап ететіндігіңіз деген секілді солай көрсетіліп тұр. Жігітіңіз екеуіңіздің жалпы қарым-қатынастарыңызда май айында бір белгілі бір қайшылықтар түсіп тұр. Ол қайшылықтар, яғни выбор, таңдау, яғни жігіт көбінесе жаңағы өзінің өз-өзін ұстауға тырысады, көбінесе сізбен жаңағы алып ұшып кездесе беруді жөн көрмейін деп тұр май айында. Яғни бұл жерде тек қана өзінің жаңағы нәпсісін басып, жоқ деген секілді, яғни туманный, мутный нәрселерге бармаймын деген секілді. Яғни сіздердің отношенияларыңыз көбінесе бұл жерде көрсетіліп тұрғаны, араларыңызда бір ер адам бар, немесе жаңағы сізді басқа ер адамдармен де, менен басқа ер адам бар, менен басқа ер адаммен жүреді деген секілді ойды ойлайды. На самом деле сізде ол ер адам жоқ болса да, яғни общий расклад болғандықтан қыздар, жігіттің ойында солай түсіп тұр. Яғни сіздің жаныңыздан басқа ер адам көріп тұр, және де бұл қызбен мен болашағым болмайды, сол себепті мен болмайтын нәрсеге басымды сұға бермейін. Яғни болмайтын нәрсеге бола, жаңағы уақытша нәпсіме бола, жаңағы қызбен тығыз араласпайын деген секілді, өзіме бауыр бастырып алмайын деген секілдіні көрсетіп тұр жігіттің ойында. Май айында бұл жерде жігіт өзі басқа бір қалаға, басқа бір мемлекетке өзінің бір арманын орындау үшін кеткелі жатқанын сізге айту ықтималдығы өте жоғары. Бұл жерде жұмысқа кетуі деген секілді, немесе оқуға кетуі, басқа елге, басқа қалаға, бұл жерде солай түсіп тұр жігіт. Яғни жігіт өзінің арманын, белгілі бір арманын орындау үшін сізден алыстайтындығын айтатындығы көрсетіліп тұр. Жол түсіп тұр жігітке. Мүмкін жігіттің жаңағы қазіргі сәтте қаржылық жағдайы өте жақсы болмауы мүмкін. Сол себепті бұл жерде жігіт мен
қаржылық жағымды дұрыстайын бірінші деген секілді, мүмкін басқа мемлекетке барып көп қаржы тауып қайта өз елге келемін деген секілді. Яғни қазір қаржылық қиындықтар менде, сол себепті мен мәжбүрлі түрде кетуім керек. Яғни мен арманымды орындау үшін мысалға өз елімнен кетуім керек, өзім туған қаламнан кетуім керек, немесе сізден, яғни сенен уақытша арамыз пауза бола тұру керек, немесе мен сол жаққа кетейін деп жатырмын деген секілді. Сондайды көрсетіп тұр. Жігіт сізден бас тартады ма екен, соны көрейік. Үйтіп кететін болсам, бас тарта ма екен? Жоқ, бұл жерде сізден кеткенмен бас тартады деп айта алмаймын, басқа жаққа басқаға кеткенмен сізден бас тартады деп айта алмаймын. Өйткені бұл жерде сізбен кішкене де болсын шанс көреді, яғни сізбен қандай да бір кішкене де болсын үміті бар. Яғни отбасы болуға деген үміт деп айта алмаймын. Қыздар, сіздерге уәдемін үйіп төгіп бере алмаймын, бұл раскладта общий болғандықтан. Тек бұл жерде болды, осы май айында қарым-қатынас бітті, все деген секілдіні ойламайды жігіт. Алдағы уақытта да қарым-қатынас болады дегенді ойлайды, бірақ көбінесе тығыз емес, баяғыдай тығыз қатты емес, анда-санда деген секілді. Анда-санда немесе хат алмасып тұру, анда-санда сөйлесіп тұрудың өзі де, яғни байланыстың үзілмеуі екендігін көрсетеді ол қыздар. Солай түсіп тұр. Сізді королева жезловых көріп тұр. Қыздар, бұл жерде жігіттің жасырғаны болу ықтималдығы өте жоғары. Бұл жерде жігіттің жаңағы сізден жасыратын заты болу ықтималдығы өте жоғары. Бұны басқа раскладта бөлек талқыласақ, қыздар, комментарияға жаза кетіңіздер. Жігіттің сіз білмейтін қандай құпиялары деген тақырыпқа расклад ашайын ба, жоқ па, оны да комментарияға жазып кетіңіздер. Бұл жерде көбінесе жігіттің жасыру ықтималдығы өте жоғары. Оны келесі раскладта терең көретін боламыз. Қазір үстіртін көретін болсам, жалпы көрсетіп тұрғаны бойынша жігіттің жандегі қаржы жағынан бір қорқынышы бар секілді, яғни орындалмайтын бір арманы бар, бірақ оны шынымен жүзеге асыру үшін әлі жан-жағындағы адамдарға айта қоймайтындығы көрсетіліп тұр. Және де қыздар, сол жігіттің арманы немесе құпияларын сіз білмейтін, және де басқа да адамдар білмейтін. Соны білгіңіз келсек, лайк басып, комментарияға жазып кетіңіздер. Келесі видеода соны түсіретін боламын. Енді май айында қандай болады жігітіңіз екеуіңіздің араларыңыз? Қыздар, бұл жерде махаббат үштігі болу ықтималдығы өте жоғары. Махаббат үштігі болу ықтималдығы өте жоғары. Бұл жерде екеулеріңіз қарым-қатынастарыңыз май айында бірде көл, бірде шөл деген секілді болайын деп тұр. Біресе бір-бірлеріңізге манипуляция жасап, жаңағы қалай көңілімді өзіме аударсам екен деген секілді сіздер жақтан да бір статус қою, немесе сурет қою, жәндегі интернет желілеріңізге, өздеріңіздің страницаларыңызға. Сол арқылы бір-бірлеріңізге манипуляция жасап, яғни сенсіз де мен өмірім күшті міне деген секілді бір достарыңызбен отырғаныңызды салуыңыз мүмкін, немесе жігіт салуы мүмкін бұл жерде. Бірақтан да бір-бірлеріңізге қатты байланып тұрсыздар. Шын мәнінде жәндегі жігіт жалпы май айында сізге суыққандылық, андасында жазу, яғни мен басқа жаққа қалаға кетейін деп жатырмын, немесе жұмыстан тек қана басқа мемлекет, басқа қалаға кету емес, тек қана жұмыстан босай алмай жатырмын, саған көп көңіл бөле алмаймын деген секілді сөздерді айтатын болса да, бір қалада жүріп, жігіттің негізі бұл шын мәніндегі айтқаны емес, көңіліндегі емес, яғни сізге бәрібір де байланып тұрады, бәрібір де жұмыс жасаса да, басқа тірлік жасаса да, үнемі сіз ойында тұратындығыңыз көрсетіліп тұр. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, сау болыңыздар.